Достар сәлем, сіздермен бүгін Нұралы, және де біз бүгін менің осы аптада ашқан трейдтарыма шолу жасайтын боламыз. Осы апта бізде 29-нан басталған үшіне дейінгі трейдтарды қарастыратын боламыз. Енді осы апта білеміз, нон-фарм болды, көп қатты трейдтар ашылмады, бірақ сол трейдтарды көрейік. Бірінші трейд ол бізде мына 29 күні ашылған трейд. Бұл трейд бізде екі эррормен өте жақсы жауап берді. Екі эррормен өте жақсы жауап берді. Лонг алдық. Баға әдемі орындады. Енді бұны не үшін алдым? Так. Бұлай өтейік. Мінекей мына жерде тұр бұл трейд. 15 минутта. Тейк осында болды. 283 эррор жабылды. Так. Теневкаға өтейік. Теневкада біз не байқаймыз? Теневкада біз астынан үлкен ликвидностьті шешкенбіз. Мына аймақтан бірінші фактор. Екінші фактор өсу. Яғни үшінші фактор ол бізде мына зона астынан ликвидность шешкеннен кейін премиумға қарай бағаны апару керек, плюс үстіде бізде имбаланс болды. Енді бағыт менде лонгқа қарай бару керек, дұрыс деп есептедім, және ең жоқ дегенде осыны шешу керек болғанбыз, және осылай логикамен алынды. 4 сағатта бізде кіру факторы ол біз ликвидностьті шешкен соң жоғары қарай объемдармен жұмыс жасап өте жақсы өзіміздің бағытты көрсеттік. Мына жерден объем асқаннан кейін мен уже жоғары қарай бағаның кететінін аңғардым. Сонымен қатар біз сол объемды жоғары қарай үстіге қарай апара бердік. Енді біз шорт кету үшін баға біз мына жерден төмен кетіп қалу керек болғанбыз. Мына жерді бұзсақ қана шортқа қарастыратын едік. Әзірге осындай логика. Енді логика лонгқа мен үшін сақталды. Келесі бізде қарайтын болсақ, 1 сағатқа өтсек. 1 сағатта бізде имбаланс бар. Осы имбаланстан позиция жиналды. Мына жерде ликвидность шешкен, мына жерде ликвидность шешкен. Енді цель ретінде мен БДХ-ны алғанмын. Әрине мына жаққа дейін созуға болатын еді, бірақ енді мен бүгін трейдті жапқым келді, және ұзақ тартқым келмеді. 283 эррор жетіп жатыр да мысалы. Так, осы имбаланстың ішіне келген кезде мен 15 минутқа өттім. 15 минутта бізде көріп тұрсақ Лондон ашылып, резко құлады. Бұл бізде бағаны енді басында өзіме сенімсіздік болған бұл трейд бойынша, бармай қалуы мүмкін, мына жерде имбаланс бар, өте алмай қалатын шығар деп, бірақ абырой жасап өтіп берді. Енді трейдтің логикасы өте қарапайым. Баға бізде мына қара свечкадан асқаннан кейін агрессивно жасап тұрды. Осы агрессивный свечканың маңынан мен лимитін ордер қойып, трейдқа позицияға кірдім. Әдем орындады, 3 эррорға дейін алуға болатын еді, бірақ мен 2 эррормен тоқталамын деп шешім қабылдадым. В принципе, осындай өте жақсы трейд болып шықты, достар. Бірінші күні тейкпен басталды. Өте әдемі, қорықпай аштым, тейк алдым. Easy. Келесі бізде стоп-лосс ол фунт бойынша болды. -1 эррор дейді. Бұл бізде мына жерде орын алыпты. Так, баға келді, өсті. Енді бұл негізі дальше лонгқа қарай өсіп берген нәрсе бұл. Просто мен ертерек кіріп қойдым, және өз қателігімді қазір сіздерге түсіндіремін. Бұл бізде келесі күні болды, мінекей. Бұл жерде дәл сондай лонгқа қарай объемдар нарратив сақталады. Себебі біздің басты таргет мынаған әлі біз жетпедік. Баға келді, асты, өсті, ешқандай имбаланс жоқ, бірақ неге лонг мен кірдім? Себебі баға Азияның минимумын шешті де жоғары қарай өсіп, енді франкфуртский движение көбінесе білеміз, ресвиппен жүреді, Лондонда ресвип жасап кетуі мүмкін. В общем, бұл жерде менің таза кінәлім.
менің кінәм, және бұл жерде мен асығыс трейд жасадым. Негізі мына аймақтан примерно аламын деп отырғанмын, бірақ бармай қалады немесе өткізіп аламын деген идеямен трейдімді бұзып алдым. Негізі осы жерге келген кезде спокойно ала беруге болатын еді, 15 минутта болсын мысалы да. Баға келді, көреміз, міне былай шықты, вот структураны бұзып берді, және осы жерден лонгқа деп мысалы алса әдемі трейд болатын еді. 3 эррор почти бұл жерде, бірақ олай мен жасаған жоқпын. Енді мен бұл жерде тағы да алдым трейдтар басқа күні, то есть осы күні, бірақ енді мына жердегі қателік осы болды. Негізі мен мына жерде өткізіп жіберген болсам әдемі жабуға мүмкіндік болатын еді. Так, түсінікті деп ойлаймын. Қателік эмоционалды трейдтар минустар тұрып, бір жерім ашып тұрды. В общем, психологический минус болды мына жерде. Сосын міне мынау 2-7 дейді. Бұл дәл сол трейдтің жалғасы. Мен мына жерде мына слом болмай тұрып, тура сол жерде кірдім, яғни уверенно закреплениямен жауап берген соң стопты мынаның артына қойдым. Енді страховка ретінде атак негізі мынаның артына қойып риск ревордты 4-5 қылуға болатын еді. Бұл енді вин плюс 2-7 риск реворд жақсы жабылды. Сосын келесі мына жерде бізде мынау бірінші трейд, который минус болған. Мына жерде асығып кіріп кеттім, баға өсіп кете салатын секілді болды. Frankfurt entry еще менің зонама келіп тиген жоқ болатын. Қателік менен ерте кірдім, асықтым. Так, келесі бізде тоже 30 күні болған трейд. Бұл менде так индекста болды, NASDAQ бойынша. Бұл жерде де асықтым, честно. Бұл жерде де қателік менен баға 4 сағаттық имбаланста толтырғаннан кейін мына имбаланстан дальше төмен құлап кетеді деген идея болды, бірақ өкінішке орай енді стоп-лосспен жабылдық. Ничего страшного, минус 1-4 риск реворд процент болды. Так, негізі лонг трендті бұзбай дальше лонгқа қарастырса болатын еді. Так, мынаны біз жаптық. Окей. Келесі бізде бір күнге ашылған трейд, ол минус болды. Неге минус, талқылайық. Вот мына трейд өзімнің личный депозитында минусқа кетіп қалды. Негізі жақсы алынған трейд, мойындаймын, бірақ Нью-Йорк жай ғана манипуляциясына кетті. Бұның логикасы қандай? Бұның логикасы дәл алдыңғы трейдтағы секілді. Баға келді, мінекей. Бізде мына жақта объемда жасап беріп тұр. Лонгқа қарай біз өсеміз жіктер деп не келді. Мына жерде Лондон Азияның ликвидностін шешті. Жақсы тұрғыда өсіріп берді былай. Мына жерде жаба салуға болады деді, по идее, көп. Өзіме көп алмай. Бірақ мен мынаған дейін до конца барған күткім келген. Және бұл жерде безбутыкта қоймадым. Мүмкін қателік сол безбутык қоймағаннан болатын еді. Плюс мына жерде Fed Chair Warsh'тың сөйлейтін кезі болған, және де британдық банктерде адамдар сөйлеген болатын. Дәл сол сөйлеген уақытында, міне уақытына қарасақ, дәл келіп тұр. Сол уақытта манипуляция жасап, жоғары қарай алып кетті. Енді мен бұл жерде осыдан бас отырып қалған жоқпын. Бұның манипуляция екенін көрдім, реакциясын бақыладым. Және реакциясынан кейін мен так, осы жерде реакцияны көрдінде жоғары қарай мына жерден шамамен осы аймақтан тағы лонг алып жібердім. Бірақ енді бұл мына жерде стоп болғаннан кейін алынды. Примерно осы аймақта мен жаптым. Негізі дальше ұстауға болатын еді. Бұл бізде среда, яғни сәрсенбі күні алынған трейд. Бұл жерден де ешқандай менің кінәм жоқ, мен қателігім жоқ. Мен барлығын өзімнің ережем бойынша орындадым, және бұл мына стоппен жабылған трейдті алғаныма енді қуанамын. Неге? Өйткені мен барлық ережені сақтадым. Менің тек менің бағытым бойынша мен манипуляциясына кетті болды. Соны айтайыншы.
мына жақта ликвидность бәрін әдемі қалдырды. Мына жаққа барған кезде қайтадан тест жасап көтеріледі ма деген ой болды, бірақ стоп жасап кетті. Ничего страшного. Мен барлығын өз режим бойынша орындадым және осындай нәтиже көрдім. Ничего страшного, шығын мен кірістер қатар жүреді. Келесі, мынау бізде фунт. Жаңағы айтқанмын, осы жерден өскен кезде мен кіріп жібергем деп. Мына жерде өсті, мен кірдім және мына аймақта жауып тастадым. Неге бұны жауып тастадым? Мен неге ары қарай ұстай бермедім? Өйткені бұндай трейдқа кіру менде ережемде жоқ. Яғни мен бұны таза жақсы трейд деп есептемедім өзімнің качеством бойынша. Және бұл ережеге менің планымда болмағандықтан мен бұл трейдті алдым да мына жерде рахмет деп жауып тастадым. Әрине, бір 15 минут күтіп дальше ақшаның артынан қоя беруге болатын еді, бірақ мен мына жерде бұндай трейдтің маған керек емес деп жауып тастадым. Болды. Вот. Conclusion ешқандай жоқ. Окей. Сосын келесі NASDAQ бойынша болды. 1-4 риск реворд алдым. Бұл 3 күні болды. 1 күні болды. Неге 1 күні ғана болды? Неге 2 күні жоқ трейдтар десеңіздер? 2 күні non-farm болды. 3 күні non-farmдан кейін трейд жасағанға желание болмады. Бұл трейдқа да шолу жасайық. Бұл NASDAQ бойынша болды. Міне мына күні ровно. Дегенде бұның логикасы қандай? Мен бұл жерде көріп тұрмын institutional order flow деген естілеріңіз болса, соны байқадым. Келет, асалмайды, имбаланстар толтырады. Баға өзінің слабы екенін көрсетеді және таргеттер қарасақ бізде 1 күндік таймфреймда мына жерде имбаланс бар. Осы имбалансты толтыруға баға әлсіз болып төмен қарай құлады. Мынау өйткені видите, екі бірдей хайды шешті мынаны. Және осы жерден манипуляция деп есептедім мен бұл әрекетті. Және 1 сағатта бағаның төмен құлап жатқаны анық түрде көрінді. Менің позицияға кіретін аймағым осы болды. Яғни мен лаки муфтарды алғым келген жоқ. Мен осы аймақтың ішінен кіші таймфреймда ликвидностьтің шешілгеннен кейін барып позицияға кірдім. Дегенді қарайық. Бізде Чикаго 18:30-да ашылды. Резкі манипуляция істеп берді төмен қарай. Бірақ бұл фейк мув болды. Енді бәрі көрініп тұр. Және 19-12-де ликвидность қалдырады. Осы ликвидностьті алған соң, міне қарайық. Ликвидностьті шешуге келді баға. Келді. Және қарасақ, структураны бұзды. Идеальный вход осы болған. Осыдан алса, прям четкі болатын еді. Бірақ мен бұл жерден входты алмадым. Осылай қойғанда, мысалы, 5 RR қылып. Міне, имбалансты толтырды, ровно құлады. Ал мен бұл жерде мына таймфреймда позицияға кіруді шешім қабылдадым. Міне, баға келді, құлап бара жатыр. Және 5 минутта мына жерде имбаланс тұр. Осы аймақтан позиция алынды. Осылай алынды, четкі жасап келе жатты. Және мына аймақта мен мына жерге келген кезде сағат 11:30 болды. Осы жерден мен позициямнан шығып кетемін деп шешім қабылдадым. Мына аймақта примерно шығып 1-4 риск ревордтай алып қалдым. Сонымен қатар мен мынаның шортқа құлайтынын білдім және мына аймақта мен тоже позицияға кіріп қойғанмын. Бұл трейд менде лоу рискпен алынған. Бұны мен особо қатты есептемедім. Осындай позиция болған, бірақ әрине мен мынаның лоу риск екенін түсініп, стопты жоғары қарай әрине көтердім енді. Оны болмады. Келді, баға тейкпен жауап берді. Басқа трейдтар менде жұма күні ашылмады. Тек бір трейд қана ашылды, енді оны ашқым келмей аштым өзім әдейі. Ол менде мына трейд енді вдруг повезет деген секілді. Баға жоғары қарай екі бірдей хай қалдырып тұр. Біз лонг структурада кетіп жатырмыз және Азия ашылған кезде ликвидностьті шешіп
мына жақтан имбаланстың ішінде мынандай кішігірім позиция алып жіберген болатынмын. Так, осы жерден тейк мен жоғары қарай қойғам. Так, стоп лоссты мен былай қойдым, запас болсын деп. И тейк мына жерге қойдым да. 3/24 риск реворд алынды, бірақ көріп отырмыз, маған келді, құлап кетті, және мен мына аймақта безубытықпен шығып кеттім. Жалпы осындай трейдтар болды. Енді апта жақсы болды деп ойлаймын, біз плюстамыз. Келесі аптаға барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Басты журнал жасап өздеріңізге сеніңіздер.